Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз Тоқтамыс пен Әмір Темір жайында болмақ. Қазақ жерінің бір тарихы. Жошының үлкен ұлы Батый 1237 жылы орыс князьдіктерін талқандап, Киев қаласын алып, Дунайға жетіп, Венгрияны, Молдованы бағындырғаны тарихтан белгілі. Содан бері Алтайдан Дунайға дейінгі елдер Алтын Ордаға бағынышты болып, алым төлеп тұрған. Ғасырдың ортасына дейін Алтын Орданы Батыйдың ұрпақтары билегенімен 1360 жылдардан бастап іс жүзінде билік басында Бекілербек уәзір қызметін атқарған Мамай болды. Мамай Алтын Орданың іс жүзіндегі билеушісі ретінде орыс князьдіктеріне ықпалы билігі жүріп тұрған. Мамай орыс Литва князьдарымен араласып, қыз берісіп, қыз алысып тұрған. Литва князі Глянских Мамайдың қызынан туған, ал Иван Грозный Мамайға жиен болып келеді. Алым салық мәселесінде қиындық туған жағдайда Мамай Рязань, Мәскеу князьдіктеріне жорық жасап тұрған. Мамай сондай жорықтардың бірінде Мәскеу князі Донскойдың әскерімен Куликова даласында кездесіп, жойқын айқаста жеңіліп қалған. Мамай орыстардың сосын Тоқтамыстан жеңілгеннен кейін Қырымға қашып барып, кейінгі Феодосияда қайтыс болыпты. Оның жерленуіне Тоқтамыс барып, үлкен құрметпен о дүниелік сапарға жөнелткен. Мамайдың Феодосиядағы қабірін бірнеше ғасыр өткеннен кейін орыс әскеріне қызмет етіп жүрген атақты суретші Вершагин тапқан. Мамайдың орыстардан осы жеңілісін пайдаланып, Алтын Орданың басына Әмір Темірдің көмегімен Тоқтамыс келді. Карамзин өзінің кейбір жазбаларында Тоқтамысты қыпшақтардың қаны деп те көрсеткен кез болды. Тоқтамыс маңғышлақ билеушісі Түйеқожа деген білікті кісінің баласы екен. Түйеқожаны орыс хан өлтіргеннен кейін Тоқтамыс Бұхара жеріне қашып келеді. Бұхар билеушісі оны Әмір Темірге алып келіпті. Тоқтамыстың билікке көтерілуі осы кезден басталған. Әмір Темір Тоқтамысты сығанақтың әмірі етіп тағайындайды. Тоқтамыс Алтын Орданың билігіне келген шақтан бастап жан-жағындағы елдерге ықпалын күшейтті. Әзербайжанға, Хиуаға жорықтар жасады. 1382 жылы Мәскеуді басып алып өртеді. Содан біраз жеңістерден кейін өзінің әскери қабілетіне сенімі күшейген Тоқтамыс хан Әмір Темірдің еліктеріне жорық жасай бастайды. Тіпті Әмір Темір Парсы елінде жорық жасап жүргенде Тоқтамыс хан бетпақдала арқылы Бұхара мен Самарқанға әскермен келіп, сол қала маңындағы қышлақтарды тонаған. Тоқтамыс хан осы әрекеттерінен кейін Әмір Темірмен соғыс болатын білді ме? Әрине сезді. Сол себепті өзінің күшінен біраз ығып қалған. Мәскеу князі құдіретін білдіретін айрықша грамотасынан айылған князь Донский Алтын Орда ханы Тоқтамысқа баласы Василийді жібереді. Тоқтамыс хан Василийді ойламаған жерден үлкен құрметпен қарсы алады. Қонақ қылып күтеді, сый-сияпат беріп, Мәскеу князі деген грамотамен бірге Гардес, Мешара, Торус, Муром қалаларын билеуге рұқсат береді. Мұның бәрі Василий мен Мәскеу жұрты үшін үлкен олжа еді. Бәрі күтпеген жерден болды. Алтын Ордаға барып 3 ай жүрген және үлкен билік құжатымен оралған Василийді мәскеуліктер таң қалып қуанышпен қарсы алған. Тоқтамыс ханның Василийді Мәскеу және бірнеше облыстың князь етіп тағайындауының өзіндік есебі бар еді. Ол Әмір Темірмен соғысқа қалған жағдайда Мәскеу және бірнеше облыстың князь қылып тағайындаған Василийдің әскери күшінің қолдауына ие болу еді. Тоқтамыс хан ойлағандай Василий бастаған әскери күш Әмір Темір әскерімен шайқасар 1387 жылы алдында келген. Бірақ шешуші шайқас Әмір Темірдің жағына ойысқанда Василий өз күшімен шегініп кері қайтып кеткен. Бұрын өз елігінде Әзербайжан мен Грузия еліне Тоқтамыстың басып кіргеніне онша ренжімеген Әмір Темір Тоқтамыстың Бұхара мен Самарқанға өзі жоқта келгенін тұтты. Қаһарына мінді. Әскері атқа қондырды. Сөйтіп атақты қолбасшысы Тоқтамысқа қарсы жорыққа аттанды. Әмір Темір қалың қолымен бетпақдала арқылы Ұлытауға ат басына кірді. Қалың әскеріне ұсақ тастан тау үйдірді. Қасындағы үлкен тасқа қашатып өзінің жорығы туралы түркі тілінде сөз жаздырды. Содан соң Әмір Темір Ұлытаудың басына шығып, Сарыарқаның ұшы-қиырсыз кеңдігіне қарап көп ойланып қалған. Өзен көлі сирек, жазық дала, соғысуда қиын екенін көрген. Оның себебі Әмір Темірдің Ұлытаудың жерегіндегі екендігін білгендігінде деп ойлаймын.
Шынында да Ұлытау Европа мен Азияның дәл ортасында тұр. Әмір Темір өз өмірінде оқымағанымен тоқығанына көп болған қолбасшысы. Оның шығыс әдебиетінен, тарихтан, архитектурадан, астрология ғылымынан хабары болған. Олай дейтін себебіміз Самарқан мен Бұхара, Түркістан қалаларындағы құрылыстардың жұмысын өзі тікелей араласып, ақыл кеңес беріп отырған. Әмір Темір Ұлытаудан кейін Каспийдің солтүстік беті арқылы Жайықтан өтіп Әзербайжанға бет алды. Өйткені тыңшылары арқылы Тоқтамыс ханның әскерінің сонда тағы жорыққа шыққанын естиді. Әмір Темір Тоқтамыстың әскерін Құрық өзенінің жағасында қарсы алып, сол жерде талқанын шығарған. Тоқтамыс хан қашып құтылады. Әмір Темір Тоқтамыстың қайта жинап алған әскерін 4 жылдан кейін Құндызша өзенінде кездестіріп, тағы да ойсырата жеңген. Тоқтамыс тағы қашып кетеді. Содан Әмір Темір осы жолы оны өкшелеп қуып, жолындағы сарай, сарайшық қалаларын, Алтын Ордаға бағынышты басқа да қалалар талқандаған. Әмір Темір сонда да Тоқтамысты қолына түсіре алмай, үлкен өкінішпен Самарқанға қайтады. Алтын Ордаға Тоқтамыстан кейін Едіге, Шәдібек билік құрған. Шәдібек пен Едіге Тоқтамысты бір жола құртпай, тыныштық болмайтынын біліп, оны Түменге дейін қуып барады. Тоқтамыс хан сол шайқаста 1406 жылы қаза табады. Әмір Темір орыстың атақты тарихшысы Карамзиннің «История российского государства» кітабындағы Әмір Темір туралы жазбалары негіздерінде жазылған шағын мақала. Ертедегі славян кириллицасында жазылған Карамзиннің осы тарихын ақтарып отырып, ол Шыңғыс хан, Жошы, Батый, Алтын Орда, Әмір Темір туралы деректерді кезінде Сібірге келіп, мыңдаған құжаттарды алып кеткен. Карамзиннің баяндауы бойынша Әмір Темір Шағатай моғолдары империясының ең төмен дәрежедегі сұлтанының отбасында дүниеге келген. Бұл Қашқар, Қалмақ хандары мен әмірлерінің өзара қырқысып жатқан кез еді. Темірлан осы Шағатай моғолдары империясының бұрынғы атақ даңқы қалпына келтіруді армандаған дейді. Темір осы жолда біраз жеңістерге жетіп, Шағатай әмірлігін бұрынғыдай күшейткен. Ақырында Темірге ішкі жауды жеңу қалады. Содан кейін өзінің бұрынғы досы Әмір Құсейінді өзінің ықпалына түсіріп, ол бір шайқаста қаза табады. Содан кейін халық Темірді мойындап, Шағатай империясының Сагеп Керменнің әмірі және әлем билеушісі атағын берген. Бұл Әмір Темірдің 35 жасқа толған кезі. 1370 жыл шығыс дәстүрі бойынша патшаның алтын белдігін тағып, алтын және асыл тастармен көмкерілген таққа отырып, өзіне бағынышты әмірлерді алдында сөз беріп, әлемнің барлық патшалықтарын бағындырғанын айтқан. Әмір Темір Шыңғыс хан тұқымдарын әр елге хан, әмір етіп тағайындағанмен, оларды өзіне аса жақындатпай ұстаған. Әмір Темір таққа отырғаннан кейін 6 жылдан соң әлемнің 3 жарты шарындағы 26 мемлекетті патшалықтарды бағындырды. Әмір Темір Каспийдің шығыс бетін өзіне қаратып, ұзақ жылдар Шыңғыс ұрпақтары билеген, Парсы елін таптап өткен. Ол елдегі кейбір сұлтандар Әмір Темірдің қыспағына шыдамай, тағы алдындағы кілемге бас ұрып келсе, кейбірі қарсыласып шайқасса да жеңіліп қалған. Әмірлері айқаста қаза тапқан. Бір кезде ұлы халифалардың астанасы Бағдатты Әмір Темір аз уақытта бағындырған. Сол елдегі Ориус деген өте бай Әмір Темірге көп алтын, асыл тас беріп құтылған. Аралдан Персі құйылысына дейінгі Азия жерлерін, Тифлистен Ефратқа дейінгі Аравия сахарасындағы патшалықтар мен мемлекеттер Әмір Темірді әміршісі ретінде мойындағаннан кейін, ол елдердегі барлық әмірлерді жинап, оларға достарым, серіктестерім, бақыт мені қолдап тұрған шақта, мен сіздерді жаңа жорықтар мен жаңа жеңістерге шақырамын, бірге болыңдар деген. Содан кейін Әмір Темір Үндістанды қысқа мерзімде жаулап алған. Сол жерде жүріп, ол Грузияда өзіне қарсы көтеріліс шығып жатқанын естіп, елге оралады. Әмір Темір Грузия елінде жүргенде түркі қолбасшысы Баязиттің ерліктері туралы әңгімелерді құлағы шалады. Содан Әмір Темір Анатолия жеріне келіп, Баязитке мен әлемнің теңізден теңізге дейін жерлеріне иелік етемін. Түрлі мемлекеттердің шахтары мен хандары менің шатырымды күзетеді. Ақылға келсең, өз отаныңда қаласың, маған қарсы шықсаң, өлесің деп хат жазады. Содан кейін Әмір Темір Египет, Сирияны қол астына қаратқан. Алеппо түбінде мемлекеттердің әскерін қырып жіберген.
Дамаскіні алғанда Әмір Темір басқа қалаларда болмаған көп алтынға ие болды. Осы жеңістерден кейін Әмір Темір Баязитке келіп, оның соғыссыз бағынуын талап етеді. Әлем билеушісі бар жоғы 3-4 күнде Баязиттің әскерін талқандап, Баязитті тұтқындаған. Баязитті өз тағының алдына әкелгенде Әмір Темір оны құшақтап қарсы алады. Баязиттің басындағы тәжін шештіріп алып, оның үстіне қымбат шапан жабады. Әмір Темір Баязитке өмірдің осындай ауыр кезеңдері болатыны туралы философиялық әңгіме айтып, Баязитті жұбатады. Сөз соңында Әмір Темір салдырған Түркістан қаласындағы Ахмет Яссауи кесенесі туралы бірер сөз айта кетейін. Әмір Темір Ахмет Яссауи кесенесін Тоқтамыс ханды жеңгеннен кейін салдырған деген сөз бар. Бірақ ғимараттың кіре берісінде Әмір Темір өзі айтып жаздырды деген 1394-1395 жылдары деген жазба бар. Әмір Темір Ахмет Яссауи кесенесінің сыртқы архитектуралық жобасын, ішкі әшекейлерін, қазандықтың қалай жасалу керектігін айтқан, түсіндірген. Кесенені Парсы, Үндістан елдерінен әкелген шеберлер өрген. Әмір Темір Әзірет Сұлтан қорын құрып, оған өзінің грамотасын тапсырған. Ол жазбада бұл әулие мекен ғимаратты ешкімге сатуға, жекеменшікке беруге, біреуге иелік етуге беруге болмайтыны айтылыпты. Сондай-ақ ғимараттың қабырғасында бұл әулие мекен Алланың рақымымен падишах Әмір Темір көрегеннің жарлығы бойынша орнатылды деген жазуы бар. Амандық болсын қазақ елі.